Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз бір таңбалы санға қалдықпен бөлу, сәндік қолданбалы өнер. Сабағымызды бастамас бұрын өткен тақырыпты еске түсірейік. Бұл бізде бөлудің компоненттері. Бөлудің компоненттері бөлінгіш, бөлгіш, бөліндінің мәнінен тұрады. Бөлінгіш пен бөлгіш бөлінді деп аталады. Өткен тақырыпты есімізге түсіріп алған болсақ, жаңа тақырыпты түсіну үшін бейнероликке назар аударайық. Шебер 9 домбыра жасады, және оларды 2 сөреге бірдей бөліп қойғысы келді. Әр сөреге 4 домбырадан қойды. Бір домбыра артық қалды. Оны былай жасауға болады. 9-ды 2-ге бөлсе 4 болады, ал 1 қалдық. 9 бөлінгіш, 2 бөлгіш, 4 бөліндінің мәні 1 қалдық. Есіңе сақта, қалдық бөлгіштен кем болу керек. 17-ні 3-ке бөлейік. Сен 17 саны 3-ке бөлінбейтінін білесің. Сондықтан бөлу қалдықпен болады. 17-ге дейін 3-ке бөлінетін ең үлкен сан 15. 15-ті 3-ке бөлсе 5 шығады. Біз 17-нің орнына 15 санын бөлдік. 17-ден 15-ті азайтамыз, 2 болады. 2 бұл қалдық. Қалдықты бөлгішпен салыстырамыз. Қалдық бөлгіштен кем болуы керек. 2 3-тен кем. Тексерейік. Көбейту бөлу амалына кері амал. Бөлгішті бөліндінің мәніне көбейтіп, қалдықты қосамыз. 3 көбейту 5, 15 шығады, және 2 қалдықты қосамыз, 17 болады. Бейнероликтен түсінгеніміз бойынша саудагерге көмектесейік. Ең алдымен саудагер бізге 7 алманы беріп, 3 жәшікке бірдей ретпен орналастыруын өтінеді. 7 саны 3-ке бөлінбегендіктен бізде әр жәшікте 2 алмадан және де 1 алма қалдық болып қалады. Яғни 7 бөлінген 3 тең 2 және 1 қалдық. Енді дәл солай 19 алманы 3 жәшікке орналастырайық. 19 алманы 3 жәшікке орналастыру үшін бізде әр жәшікте 6 алмадан және 1 қалдық қалады екен. Ендеше 21 алманы 5 жәшікке бөліп көрейік. 21 алманы 5 жәшікке бөлсек, әр жәшікте 4 алмадан және 1 қалдық қалады екен. Енді дәл сол сияқты 28 алманы 5 жәшікке бөліп көріңдер. 28 алманы 5 жәшікке бөлсек, әр жәшікте 5 алмадан және 3 қалдық қалады екен. Жарайсыңдар. Енді өз бетімізше 34 алманы 5 жәшікке бөліп көрейік. 34 алманы 5 жәшікке бөлсек, әр жәшікте 6 алмадан және 4 қалдық қалады. Енді екінші тапсырмаға назар аударайық. Бұл тапсырмада мәселе есеп берілген. Ағайынды 2 балаға 10 жаңғақты теңдей бөліп беру керек. Олардың әр қайсысына қанша жаңғақтан тиеді, қанша жаңғақ қалады. Бұл есепті шығарып алу үшін ең алдымен шартын жазамыз. 2 бала 10 жаңғақ, әр қайсысына қанша жаңғақ екені белгісіз. Яғни сұрақ белгісін қоямыз. Шешуі: 10 жаңғақты 2 балаға бөлеміз. Яғни 10 бөлінген 2 тең 5. Әр балаға 5 жаңғақтан тиесілі. Екінші тапсырманың ә есебіне назар аударайық. Ағайынды 3 балаға 10 жаңғақты теңдей бөліп беруі қажет. Олардың әр қайсысына неше жаңғақтан тиеді, қанша жаңғақ қалады. Бұл есепті шығару үшін ең алдымен а есебіндегідей шартын табамыз. Бала 3, жаңғақ 10, әр қайсысына қаншадан тиесілі екенін табуымыз қажет. Шешуі: 10 жаңғақты 3 балаға бөлеміз. 10 бөлінген 3 тең 3 және 1 қалдық. Есептің дұрыстығын тексеру үшін 3-ті 3-ке көбейтеміз, оған 1-ді қосамыз. 3 жерде 3-ім 9. 9-ға 1-ді қоссақ 10. Яғни біздің шығарған есебіміз дұрыс екен. Енді екінші тапсырманың б есебіне назар аударайық. Ағайынды 4 балаға 10 жаңғақты теңдей бөліп беру қажет. Олардың әр қайсысына неше жаңғақтан тиеді, қанша жаңғақ қалады. Осы есепті өзіміз шығарып, берілген жауабымен тексерейік. Енді есебімізді тексеріп көрейік. Шарты: бала 4, жаңғақ 10, әр қайсысымен қалғанын табуымыз керек. Шешуі: 10 бөлінген 4 тең 2 және 2 қалдық.
Жауабын тексеру үшін 4 көбейтілген 2 қосылған 2 тең 10. Яғни біздің шығарған есебіміз дұрыс екен. Сендер де солай шықты деген ойдамын. Енді біз келесі 3-ші тапсырмаға көшейік. 3-ші тапсырмада бізге кесте берілген. Кестені дәптеріңе сызып, оны толтыр. Шырша ойыншықтары әр қорапқа 6-дан салынды. Қанша қорап қажет болатынын және қанша ойыншық қалатынын анықта. Кестеде бізге ойыншықтың саны белгілі, қораптың саны 6. Біз ойыншықтың санын қораптың санына бөліп, қалған ойыншықтардың санын тауып кестеге жазуымыз керек. Бізге кестені толтыру үшін ең алдымен қалдықпен бөлуді орындау керек болған. Өзіңнің қалдықпен бөлуді орындаған есебіңмен осы жердегі жауаптарды салыстыр, қатесін түзет. Енді бұл жауаптардың кестеде орналасу ретіне назар аудар. 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырмада қалдықпен бөлуді орында және оны тексер дейді. Дәптерімізге қалдықпен бөлуді орындаймыз. Тапсырманы орындап болғаннан кейін жауаптарын тексереміз. Дәптеріңдегі есептердің жауабын осы жауаптармен салыстыр. Қатесі болса дұрыста, қайта шығарып көр. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Осымен бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау болыңдар.